Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі сессияға қатысушылар, құрметті депутаттар. Сегіз шақырым Зайсан аудандық мәслихатының кезекті 42-ші сессиясы. Құрметті депутаттар, бүгін міне біздің құрамымызда депутат қосылып отыр. Зайсан аудандық сайлау комиссиясының нөмір 2-ші бір мандатты сайлау округінен Аманат партиясынан ұсынылған Баяхмет Олжас Баяхметұлы басым көпшілік дауыс жинап, бір мандатты округтен депутат болып сайлады. Сондықтан құрметті Олжас Баяхметұлы алдағы уақытта осы өзіңізге жүктелген міндеттермен осы аудан әкімінің атқарушы органымен бірлесіп жұмыс атқарады деген сенімдеміз. Сондықтан халқымыздың сенімін арқалап, ары қарай ел ынтымақтап, заң аясында бірлесіп жұмыс атқаруға тілектеспін. Құрметті депутаттар, құрметті бүгінгі сессияға қатысушылар, 8 шақырылған Зайсан аудандық мәслихатының 12 депутаты бүгінгі сессияға қатысып отырған 9. Үшеуі себепті. Бүгінгі сессияға аудан әкімінің орынбасары Нұрғали Нұрбекқызы қатысып. Бүгінгі сессияға дербес бөлім басшылары, қала ауылдық округ әкімдері, бақ өкілдері шақырылған. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 11 бабының 3-ші тармағына сәйкес Зайсан аудандық мәслихатының кезектен тыс 42-ші сессиясын өткізуге болады. Кворум бар. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 42-ші сессиясы ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? Ашылсын деген ұсынысты дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 42-ші сессиясы ашық деп жарияланды. Сессия хаттамасын жазу үшін редакция және дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын сайлап алуымыз керек. Редакциялық комиссия құрамына депутаттар Ермазан Сүлейбекұлы, Шәкенұлы Ризабек, есеп комиссиясының құрамына депутаттар Самарқанов Берік Кеңесбекұлы, Ахметжанов Алмагүл Құлмашқызы сайлансын деген ұсыныс жасаймын. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса аталған депутаттарға дауыс берулеріңізді сұрады. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Аталған депутаттар алдыңғы қатардан орын алып, редакциялық комиссия сессия хаттамасын жүргізіп, есеп комиссиясы дауыстар санау отыруларыңызды сұралады. Бүгінгі сессияның күн тәртібін бекітіп алуымыз керек. Күн тәртібі туралы шешім жобасы қолдарыңызда. Сессияның күн тәртібінде қандай ұсыныс бар? Күн тәртібі туралы шешім жобасы бекітілсін деген ұсынысты дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бір ауыздан күн тәртібі бекітілді. Сессияның төмендегідей жұмыс регламенті ұсынылады. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша баяндамашыға 8-10 минут, әртүрлі мәселелер бойынша баяндамашыға 5-8 минут, жарыс сөзге шығушыларға 5-8 минут, анықтама берушілерге сессия соңы 3 минут. Басқа ұсыныс бар ма? Жоқ болса, бүгінгі сессия осындай жұмыс регламенті бекітілсін деген ұсыныс дауыстаймын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыз бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы 2025-2027 жылдарға арналған Зайсан аудандық бюджет туралы нөмірі 30-28 шешіміне өзгерістер енгізу туралы баяндама жасау үшін Зайсан ауданы экономика және қаржы бөлімінің басшысы Қошкенова Ғалима Кенжебайқызы мөрмеге шақырылып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсынысты дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Ғалима Кенжебайқызы орныңызға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатылсын деген ұсынысты дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Құрметті депутаттар, шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы мәселе бойынша шешім қабылдансын деген ұсынысты дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселе бойынша Зайсан ауданы бойынша тұрғын үй сертификаттарының мөлшерін және оларды алушы санаттарының тізбесін анықтау туралы баяндама жасау үшін Зайсан аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бас маманы Нығметжан Дастан Қадырбекұлы күндегі шақырылар сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманың қайта тыңдау
бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатсын деген ұсыныс дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Дастан Қадырбек орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатсын деген ұсынысты дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. Осы мәселе бойынша құрметті депутаттар шешім қабылдауымыз керек. Редакция комиссиясы шешім жобасы өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса құрметті депутаттар осы мәселе бойынша шешім қабылдансын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды. 8-ші шартқан Зайсан аудандық мәслихатының кезекті екінші сессиясының күн тәртібіне ұсынылған мәселелер толығымен қаралып, шешімдер қабылданды. Сессия барысы бойынша анықтама бар ма? Жоқ болса сөз аудан әкімінің орынбасары Нұрбайли Нұрбекқызына беріледі. Қайырлы күн. Біріншіден аудан әкімі атынан Олжас Рахметұлы сіздің басында осы депутаттың сайлауында шын жүріп құттықтаймыз. Бірлесіп жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Сізге сәттілік. Екіншіден құрметті депутаттар, мына облыстық деңгейден бөлінген транспорттық отырғызу бойынша шешімге өзгеріс енгізіп мақұлдап бергендеріңіз үшін рахметімізді айтамыз. Іске сәтті болсын. Рахмет, құрметті сессия қатысушылар, құрметті депутаттар, осымен бүгінгі сессияны жабық деп жариялап, қатысқандарыңызға